менің Майқайың кентім. Қала типес кент болған Майқайың кентінде қаншама пластмас бөтелке және полиэтилен қалдықтары табиғатымызды ластауда. Армысыздар, менің есімім Ербол Ғызайұлым. Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Бүгін біздің сіздермен қарастыратын тақырыбымыз біздің өңірдің экологиялық проблемалары және олардың шешулері. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздің ойыңызша, біздің өңіріміздің басты экологиялық проблемаларын атап бере аласыз ба? Иә, әрине атап бере аламын. Біздің кентімізде пластмас бөтелкелердің және салафандардың өмір бойы олар шірімейді, осын табиғатқа зиян келтіреді. Бұл проблеманың шешімі пластмас бөтелкенің орнына шыны құтыларды қолдану. Ол әлдеқайда тиімді әрі денсаулығымызға зиянын тигізбейді. Және де ұзақ уақыт экологияны ластайтын салафанның орнына материалдан жасалған немесе дүкен сөресінде кездесетін қағаз сөмкелерді қолдану. Қорытындылай келе, адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оңайтар тілі жоқ. Сіздермен болған Ербол Ғызайұлым арнайы жас эко-репортерлар үшін.